Сәлем достар, бұл видеода менструалды циклдың жүру механизмі, жалпы оның неше күнге созылатындығы және әйел адамдарда неге ішінің төменгі бөлігі ауырсынатыны жайлы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басуды және каналға тіркелуді ұмытпа. Бірінші, менструалды цикл дегеніміз не? Менструалды цикл дегеніміз ол тоқтаусыз қайталанып отыратын әрбір әйел адамда жүретін цикл 4 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең менструация кезеңі. Менструация кезеңінде эндометрий, яғни жатырдың ең бетки ішкі қабаты, соның жасушалары мен жұмыртқа жасушасы бөлініп шығады, яғни ол қанмен көрініс береді. Неліктен эндометрий қабаты бөлінеді? Жалпы прогестерон деген гормон болады, ол жатырға қанның келуін жақсартады. Сол прогестерон гормон азайған кезде эндометрийге қан келуі азайып некрозданады. Немесе қарапайым тілмен айтқанда эндометрийдің клеткалары өледі. Солай ол сылынып қан болып бөлінеді. Нормада 3-7 күнге созылуы керек. Эндометрий простагландин бөледі. Осы менструация кезеңінде ол жатырды жиыру үшін. Ал жатыр не үшін жиырылу керек? Эндометрийдің оңай бөлінуі үшін. Бұл ауырсыну сезімін өз кезегінде туындатады. Келесі фолликулдық кезең. Фолликулдық кезеңде гипофизден, яғни адам ағзасындағы ең негізгі эндокриндік без, содан фолликула стимулдеуші гормон бөлінеді. Оны қысқаша ФСГ деп атаймыз. Бұл гормон әсерінен фолликула жетіледі. Яғни фолликула дегеніміз осындай жұмыртқа жасушасының сыртында тұратын зат, немесе құрылым, міне ортасындағы розовый, ол бізде жұмыртқа жасушасы. Яғни фолликула эстрогенді бөледі. Эстроген деген гормон бөлініп, ол эндометрийді қалпына келтіре бастайды. Яғни менструация кезеңінде осындай эндометрий жаңағы қан болып бөлініп кеткен еді, енді эстрогенді фолликул бөледі де, осылай оның регенерациясын, яғни қалпына келуін қамтамасыз ете бастайды. Келесі овуляция кезеңі. Овуляция кезеңінде гипофизден лютеиндеуші гормон бөлінеді, яғни мына суретте LG-ның деңгейі өте жоғары, яғни бұл LG не істейді? LG дегеніміз фолликулды жарады. Яғни фолликул жарылады да, ішінен жұмыртқа жасушасы бөлініп шығады. Бұл жұмыртқа жасушасы жатыр түтігінің ішіне бөлінеді. Яғни мына бізде жатыр түтігі, осы жатыр түтігінің ішінде жұмыртқа жасушасы сперматозоидты күтеді. Сперматозоидты күткен уақытта жатыр мойнынан сұйықтық бөлінеді. Ол сұйықтық сперматозоидқа қорек болу үшін. Овуляция кезеңі менструалды циклдың 14-ші күніне, яғни дәл ортасына сәйкес келеді. Одан кейін 4-ші кезең овуляциядан кейінгі кезең деп аталады. Жарылған фолликул сары дене деп аталатын безге айналып прогестерон бөлінеді. Яғни мынау бізде фолликул жарылды да, ішінен жұмыртқа жасушасы бөлініп, жатыр мойнында сперматозоидты күтіп тұр. Ал осы жарылған фолликул енді ол безге айналады, сары дене деп аталатын, одан прогестерон деп аталатын гормон бөлінеді. Ол прогестерон гормонының қызметі қандай? Егер де жүктілік бола қалса, жатырды жиырмай, ұрықтануға дайындап, оның қан айналымын жақсартып тұратын гормонды біз прогестерон деп атаймыз. Яғни ол ұрықтануға дайындық гормоны болып табылады. Егер әйел адам жүкті болатын болса, онда сары дене жойылмай сақталады. Яғни барлық жүктілік уақыт бойы ол сары дене сақталып, солай прогестерон гормонын бөліп, ұрыққа жақсы жағдай жасап тұрады. Ал егер де ұрықтану жүрмесе, яғни әйел адам жүкті болмайтын болса, онда сары дене осылай жойылып кетеді. Немесе медициналық тілмен атағанда ол атрофияға ұшырайды. Солай цикл қайтадан басталады, яғни бірінші менструация кезеңіне қайта келеді. Яғни прогестерон азайып кеткен кезде эндометрийге қан келуі азаяды. Солай эндометрийдің клеткалары өліп, ол қанмен бірге, ескі жұмыртқа жасушасымен бірге бөлініп шығады. Жалпы менструалды цикл 28-35 күнге созылады. Ол қыз балаларда, яғни әркімге индивидуалды 11-12 жастан бастап басталатын цикл екен.